Арма қадірлі телекөрермендер, эфирде Қыл қалам бағдарламасы. Біздің бүгінгі қонағымыз өмірінің 40 жылын білім беру саласына арнаған жан. Мамандығы суретші, сәулетші. Бүгінде Таңсықбаев атындағы сәндік қолтаңбалы өнер колледжінің директоры, білім беру ісінің үздік қызметкері, төс белгісінің иегері Сейітқали Исақұлұлы Шалабаев мырза. Аға, сәлеметсіз бе? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Жалпы енді бүгінгі біздің бағдарламамыз сонда ерекше қызықты болайын деп тұр. Себебі біздің бағдарламамызға кейіпкер болуға түрлі сала мамандары, үздіктері қатысатын. Біз бүгін енді суретші қатысайын деп отыр, суретшінің туындысын суретші аяқтайын деп отыр. Солай емес пе? Жалпы шығармашылық салалардың қай саласы болсын, кез келгеннен жалпы эстетикалық тәлім-тәрбие арғы шетінде жатыр. Ал енді осы сурет өнеріндегі эстетикалық тәлім-тәрбие жөнінде айтып кетіңізші. Яғни бұл осы қабырғаға оқуға келген тұстан бастап сол тәлім-тәрбие беріледі. Себебі бұл бейнелеу өнері. Бейнелеу өнері жан дүниеден шығады. Жан дүние нәзік болмаса, жан дүниеде тәрбие болмаса, мәдениет болмаса, ол туынды шығу мүмкін емес деп ойлаймын өзі. Сондықтан бұның өте маңызы зор. Жақсы, бәрекелді. Ендеше біздің бүгінгі жобамызға қандай сый әзірлеп келдіңіз, қандай тақырыпта сурет саласыз? Енді мен жаңа өзіңіз айтып кеткендей суретші, сәулетші мамандығын игергеннен кейін, яғни мен бұл жерде осы Қара шаңырақта оқуымды бастаған болатынмын, бірақ бітірген жоқпын. Ресейде бұрынғы Горький атында, қазір Нижний Новгород дейді, сол жерде үлкен оқу орнында сәулет мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Яғни сондықтан осы екі өнердің бір несін түйістіре отырып, бір осы Алматының бұрынғы ескі көрінісін көрсетсем ба деген ойменен, сол жаңағы идеямды, соны осының бастамасын, соны көрсетіп кетсем, содан кейін жаңағы арғары жетістіретін суретші соны жеткізеді ғой деп ойлаймын. Жақсы, тақырып түсінікті деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Рахмет. Ретро Алматы дейміз қазір, яғни бұрынғы ескі Алматы. Сондықтан мен бұл мынау холсты екіге бөлгімге отыр. Астыңғы жаңағы көріністе, о жерде суретші арғарай сол жерге өзіміздің бұрынғы ескі Алматының сәулеттерін, сәулет ғимараттарын кіргізеді. Қазіргі біздің мынау жаңағы танымалы телевышкамыз бар, Қазақстан қонақ үйі бар, содан кейін мынау опера, балет ғимараты бар, одан кейін бар табиғат, одан кейін жаңағы бұрынғы үйлер, ол ары қарай жалғасып, таудың көрінісімен жалғасып кетеді. Өте бір керемет табиғаттың бір көрінісі болады ғой деген ойдамын. Сондықтан мен қазір бір екі сызықпен ғана көрсеткім келеді, ар жағын сол суретші жалғастырады ғой деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал ендеше бастайық. Ал енді бісміллә. Жаңа өзім айтып кеткендей, мен екіге бөлем. Мінекей осы линияда осы рухани жаңғырудың бағдарламасы бойынша осы бір концепцияны ойлап таптық та. Бұл жерде жаңағыдай осы мынау сурет салу. Сурет салу соның ішінде танымал кісімен біздің художниктердің арасындағы соавторство деген, бірлескен шығармашылық деген ұштастыру, соны ойлап таптық. Болашаққа деген жоспарымыз осы картиналар арқылы шет мемлекеттерге шығып, осы көрмелермен, осы картиналар арқылы, мысалы, біз Индияға барсақ, Германияға барсақ, сол арқылы Қазақстанның танымал кісілерін көрсету. Жалпы енді суретке қандай тақырып бересіз өзіңіз? Ретро Алматы. Ретро Алматы. Жақсы. Мына жақта бір жаңағы сәулеттердің бір силуеттер болуы мүмкін, жаңағы ол енді кейін көре жүрсет не қылады. Мына жерде мүмкін бір жолдың бір несі түсу мүмкін. Мына жерде алаң болуы мүмкін. Сол алаңда өзіміздің жаңағы бір сәулеттің несі болуы мүмкін. Мына жерде табиғат, мына жерде не болуы мүмкін. Яқта жаңағы таудың бір көріністері болуы мүмкін. Ар жағы жаңағы неге ауаға байланысты жалғасып кетеді.
содан бір осындай бір ретро бір композицияда бір болуы мүмкін. Сәулетші мамандығын аяқтағаннан кейін қаланың сыртқы көрінісі жалпы табиғатты салған сізге көбірек ұнайды. Көбірек ұнайды, иә. Жақсы. Жалпы енді ақын жазушылар бір-бірімен өзінің шығармалары арқылы байланыс орнатып, шығармалары арқылы бір-бірімен түсінісіп жатады. Ал енді бұл суретті де кәсіби суретші аяқтайды, сіз де суретшісіз. Суретші мен суретшінің арасындағы байланыс, тіл табысу деген осы қалай жалпы? Суретші мен суретшінің арасындағы тіл табысу бір күрделі үрдіс өзі. Себебі суретші өзінің жан дүниесін шығарады, екінші суретші оны сын көзбен қарайды. Сол кезде бір түсінбеушіліктер болуы мүмкін, бірақ әр уақытта ол өте жақсы бір мәмілемен бітеді. Жақсы, бәрекелді аға. Ендеше өзіңіз салған суреттің астыңғы бөлігіне қолтаңбаңызды қалдырсаңыз. Жақсы. Менің қолтаңбам әр уақыт осында қолтаңба қоямын. Жақсы, бәрекелді. Жалпы біздің жобамыздың өзінің қалыптасқан дәстүрлі эстафетасы бар. Келесі жолы қандай кейіпкер салсын деп, сурет салсын деп, оның қолтаңбасы қалсын деп өзіңіз айтар едіңіз. Сәт Тоқпақбаев деген бір ағамыз бар еді. Генерал-полковник, өзі еңбек сіңірген қайраткер, қоғам қайраткері. Сол кісіге эстафетадан берсем деген оймен, ол кісі мені хабарласып айтам, сіздің бір қолтаңбаңызды алуға келеді. Жақсы, бәрекелді. Сіздің бүгін салған суретіңіз үшін, тағылымды эстетикалық білімге қатысты әңгімелеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз аға. Рахмет. Қылқалам жобасының кезекті саны осымен аяқталды. Бұл ғажайып Үндістан қайырымдылық қоры және халық арна телеарнасының бірлескен жобасы. Жақсы күнде қауышайық.